Сәлем достар, сіздерге таңғы асқа жұмсақ венский вафлидің рецептісін ұсынамын. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқа, қант саламыз. Веншікпен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сүтті құямыз. Ерітілген сары майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды 1-2 бөліп електен өткізіп саламыз. Шым-шым ас содасын салып, веншікпен жақсылап біркелкі қою масса болғанша араластырамыз. Мінекей бізде осындай қоймалы жың масса шығады. Вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Қызып тұрған вафельницамызға қоспамыздан 1-1,5 ас қасықтан сала отырып пісіріп аламыз. Қасықпен жан-жағына жайғастырып жібереміз. Бетін жауып, 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, вафелиларымыз дайын болды. Қоспамыздың барлығын осылай сала отырып, 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Өте оңай дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.